Бізде келесі түрдегі теңсіздікті дәлелдеу керек. АС плюс В-ның квадраты қосылған АД минус В-ның квадраты үлкен немесе тең 144-тен. Және бізде А плюс В-ның 4-ке тең екенін білеміз, және С плюс Д-ның 6-ға тең екенін білеміз. Олай болса кеттік, жақшаны ашып бастайық. Біріншісі АС плюс В-ның квадратын ашатын болсақ, бізде А квадрат С квадрат қосылған 2АВС-ді қосылған В квадрат Д квадрат қосылған, келесі жақшаны ашатын болсақ, А квадрат Д квадрат минус 2АВС-ді қосылған В квадрат С квадрат үлкен немесе тең 144-тен. 2АВС-ді 2АВС-ді бізді нөл береді. Қалғандарын жазып қоямыз. А квадрат С квадрат плюс В квадрат Д квадрат қосылған А квадрат Д квадрат плюс В квадрат С квадрат үлкен немесе тең 144-тен. Ары қарай топтастырып көрейік. Біріншісімен мына жердегі үшіншісін топтастыруға болады. Ортақ көбейткіш жақшаның сыртына А квадрат шығады, сонда бізде С квадрат Д квадрат қалады. Плюс қалған екеуін топтастыратын болсақ, жақшаның сыртына В квадрат шығып кетеді, сонда бізде С квадрат плюс Д квадрат деген қалады. Үлкен немесе тең 144-тен. С квадрат Д квадрат дегенде тағы да жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, бізде ықшамдасақ А квадрат плюс В квадрат деген қалады. Үлкен немесе тең 144-тен. Енді осы жерде ары қарай біздер А плюс В-ның 4-ке тең екенін білеміз дедік, және С плюс Д-ның 6-ға тең екенін білеміз. Ары қарай А плюс В-ның екі жағында квадраттайтын болсақ, біздер А квадрат плюс 2АВ плюс В квадрат тең 16 деген келеді. Және келесі С плюс Д-ны квадраттайтын болсақ, екі жағында С квадрат қосылған 2СД қосылған Д квадрат тең 36 деген келеді. Ары қарай біздің квадраттаған өрнегімізді мына түрлерге келтіру үшін, немесе мына түрге келтіру үшін, біз 2АВ дегенге көз саламыз. 2АВ деген бізде, былайша айтқанда, бізде арифметикалық орта, ол үлкен немесе тең болады, геометриялық ортадан деген шарт бар бізде. Осыны қолдансақ болады. Яғни бұл қалай жұмыс жасайды? Мысал ретінде x1 қосылған x2 қосылған x3 қосылған қандай да бір xnге дейін қосып, солардың санына бөлетін болсақ, яғни бұл арифметикалық орта, бұл всегда үлкен немесе тең болады. n-ші дәрежелі түбірасында x1 көбейтілген x2 көбейтілген x3 және сол xnге дейін барады. Осындай шарт бар. Соны біз 2А плюс А көбейтілген Б жағдайында қарастырсақ, бұл дегеніміз қандай да бір А квадрат плюс Б квадратты қосып 2-ке бөлсек, яғни ол үлкен немесе тең болады. Екінші дәрежелі түбірасында осы екі өрнектің көбейтісінен деген бар. Сонда А квадрат плюс В квадрат деп отқанымыз үлкен немесе тең болады. 2-ні көбейту өткізіп жіберетін болсақ, А квадраттан бізде А шығады, Б квадраттан Б шығады. Сонда біз 2АБ дегеннің орнына А квадрат плюс Б квадратты қойсақ болады. Келесі дәл солай 2СД үшін де біз С квадрат плюс Д квадрат дегенді қойсақ болады. Сонда С квадрат плюс Д квадрат деп отқанымыз үлкен немесе тең болады 2СД-дан. Орындарына келіп қоятын болсақ, мына жерге бізде сонда не шығады? А квадрат қосылған 2АВ-ның орнына біздер А квадрат плюс В квадрат қоямыз. Сонда А квадрат плюс В квадрат қосылған В квадрат тең болады 16-ға. Қосатын болсақ, 2А-ның квадраты 2В-ның квадраты тең 16. Барлығын 2-ке бөліп жіберсек, А квадрат плюс В квадрат тең болады 8-ге. Дәл солай екіншісінде түрлендіріп жазып жіберсек, біздер 2СД-ның орнына қоямыз С квадрат плюс Д квадрат. Сонда С квадрат қосылған Д квадрат қосылған Д квадрат тең 36-ға. Қосамыз 2С квадрат 2D квадрат тең болады 36-ға.
Барлығын 2-ге бөліп жіберсек, с квадрат плюс d квадрат тең болады 18-ге. Енді есептің шартына манағы тоқтаған жерімізге қарай тоқталсақ, осы жерде бізде с квадрат плюс d квадрат деп отқанымыз 18-ге тең болады, а квадрат плюс b квадрат деп отқанымыз ол 8-ге тең. Сонда 18 көбейтілген 8 ол үлкен немесе тең 144-тен. Немесе 144 үлкен немесе тең 144-тен. Осылай теңсіздікті дәлелдеуге болады.